үй камакта болдум. Үй камакта. Үй камакта. Тергөө сотунун каулусу менен үй камакта болдуңуз, Иә. Сизди каулу менен тааныстырды ма? Каулу менен тааныстырды жана пробация кызметкерлерине жана ауылдык участковыйга мен копияларын берген болатын. Жакшы, яғни сиз билесиз, ишимдик ишетин жерге және түнкү саат 10:00-ден кийин барууга болмайтын. Жок, мүлде вообще чыгууга болмайтын. Мен үй камак бул чарктоо шарасын буздум, оны кукук бузуучулук деп таанысаңыздар, мен сонун кукук буздум деп өзүм эсептейм. Үйдөн чыкпасам, ондай жагдай болмас эди. Онда неге чыктыңыз? Өзүмдүн ден соолугум ауырганына байланыштуу дарыканага түсүп, жана өзүм кичкентай балам болгондон кийин жөргөк алууга түсүүгө мажбур болдум, урметтүү сот. Түнде? Ой, прокурор, урметтүү прокурор. Түнде? Түнгү убакытта, Түнгү убакытта, Одан бөлек соттуулугуңуз болдуму? Соттуулугум болгон, Кандай баппен? Ол енді бул иске катысы жок деп эсептейм мен, урметтүү прокурор. Бул осы іс боюнча маган сурак коюңуз, мен жооп берем толугу менен. Жок, урметтүү сот, ол сотталуучулардын бурунку тарихы ол миниздеме болуп саналат. Урметтүү сот, сурак коюп жатат. Тура турыңыздар. Сотталуучулар мәжбүрлеп оларга жооп бер деп айта алмайбыз. Олар кылмыстык жоопкерчилик тууралуу эскертилмей жооп бермейтин болса, сондуктан сотталуучу өзү билет, жооп бермейм десе, оған кукугу бар. Толугу менен жооп берсем де болот, толук, накты толук жооп бере алам ол іс боюнча. Соңғы үй камакка алынган, бултартпа чарасы алынган іс боюнча бабы кандай? Мен 2023 жылы 14 желтоқсан күнү мени күдүктүү деп танып, 106-нын бірінші тармагы мен 106-нын тармагы деп мени 2 ай не берген болатын маған. Санкция берген болатын. И мен уақытша ұстау изоляторында осы Талдықорған қаласының 71-ші мекемесінде жапты. Одан кейін мен қорғаушым және жәбірленуші Арипбаев Аян Қуандықұлы сөйтіп бұл іске менің қатысым жоқ екенін арыз жазып берді. Сосын бұл тергеу барысында менің құжаттарды дәлелдейтін нақты дәлел болған жоқ, құрметті прокурор. Одан кейін мен үй камакка, осы Талдықорған қаласынан үй камакка шыққан болатынмын. Ақпан айының 6-сы күні мен үй камакка шықтым. И 17 жаз бойы мен тергеу барысында үй камактан барып жүрдім Талғар аудандық полициясына. Одан кейін мен нақты дәлел болмады маған. Одан кейін 106-нын 2-сіне тергеуші тұрды, 106-нын 2-сіне көтерді. Ал бұл жайынша жәбірленуші Аян маған бұл іске қатысым жоқ, және куәгерлер болған айғақ, менен ештеңе неғаннан кейін осы 17 қазан болды, үкім шығарылған. Маған 7 жыл үкім